Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай үй жағдайында жұмсақ пряник жасаймын. Ол үшін бізге 500 грамм ұнның, общий 500 грамм ұн кетеді. Соны 125 граммын өлшеп алдым. Соған 250 грамм ыстық сүтті ысыттым. Сөйтіп, осы 125 грамм ұнға 250 грамм ыстық сүтті қосып араластырдым. Заварной тест жасаймыз. Сосын бір жұмыртқа, сосын екі жұмыртқаны тек сарысын қосамыз. Екі ағын пряниктің бетіне глазурға жағуға алып қаламыз. 50 граммдай сұйық май қосасыздар. Сары май қоссаңыз да болады, ертіп. Болмаса маргарин қоссаңыз да болады. 200 граммдай қант қоссаңыз болады. Мен бірақ сәл аздау қылдым. Сөйтіп қалған ұнға 2 шай қасық разрыхитель қостым. Араластырып алдым екеуін. Онымен разрыхительді сөйтіп сұйық массамызға сол ұнды қосып жайлап қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болады. Бетіне глазур жағуға піскеннен кейін жағасыздар. Оны 2 жұмыртқаның ағына 100 грамм сахарный пудра. Соны қосып миксермен араластырып алдым. 100 грамм сахарный пудраның орнына кәдімгі қант қосып араластырсаңыз болады. Әбден көпіршіктенгенше, ағарғанша. Аппақ болғанша соғасыздар глазурын. Піскеннен кейін пряник, сол піскеннен кейін бетін жағасыз. Жаққаннан кейін кепкен күтесіздер. Пряникті қызып тұрған пеште 170-180 градуста. Әркім өзі духовкасы әртүрлі ғой. 25-30 минуттай пісіріп алдым мен. Қатты көп ұстамайсыздар. Сол пісіп болғаннан кейін, суығаннан кейін бетіне глазурын жақтым. Менікі осындай болып шықты. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.